Всем привет! Және де сендерді менің YouTube каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Мен Марика, және де мен биологиядан ұбт-ға дайындайтын репетитормын. Бүгін мен өзімнің бір оқырманымның сұранысы бойынша ұбт-да келетін биомеханика және робототехника деп аталатын сөздердің мағынасын ашып бермекпін. Ендеше дайын болсыңдар, кеттік, бастаймыз. Жалпы биомеханика дегеніміз ол бізге тірі организмдердің қозғалыс мүмкіндіктерін және де қозғалу әрекетін зерттейтін ғылым саласы. Яғни тірі организмдер үшін өте маңызды бір қасиет ол қозғалу. Олардың жасушасында цитоплазма қозғалып тұрады, немесе денелері қозғалады, немесе олар кеңістікте қозғалып тұрады. Яғни тірі болу үшін организм қозғалу керек. И бұл биологтар үшін өте маңызды критерий болып табылады, и ғалымдар осыны зерттей бастаған. Сонымен биомеханика дегеніміз ол қозғалыс зерттейтін ғылым. Ал енді егер де жануарлар бізде қозғалатын болса, қозғалыс дегеніміз бір жерден екінші жерге көшу деген сөз, яғни кеңістікте қозғалуы. Бұл термин сөз бізде локомоция деп аталады. Сонымен биологтар ретінде мен сендерге бір лайфхак айтқым келеді. Термин сөздерді жаттауға қалай болады дейді. Қазақстанның 90% мұғалімдер мен оқушылары просто биологияны былай оқиды. Міне информация, міне жатта деген сияқты да. Или кітапта берілді, осыны оқыңдар деген сияқты, или просто оқып бере салады. Но егер де сендер бір термин сөздің мағынасын жақсылап түсініп алатын болсаңдар, түсінген затты ми ешқашан ұмытпайды. Сол себептен термин сөздерді оңай жаттауға болады. Вот и все. Яғни бір орыннан екінші орынға қозғалатын болса, бір құс бір ағаштан екінші ағашқа ұшатын болса, балық бір жерден екіншіге жүзіп баратын болса, бұны бізде локомоция деп атайды. Ал жануарлар қанша түрлі болса, сонша түрлі қозғалыстың түрі бар. Біреу 4 аяқпен жүреді, біреу 2 аяқпен жүреді, біреудің аяғы жоқ, біреудің қанаты бар деген сияқты. И биологтар осылардың барлығын зерттеген болатын. Ал енді, давайте біз сендермен өзіміздің тақырыбымызға кішкене тереңірек кіреміз. Биомеханика, яғни қозғалысты зерттейтін ғылым, бізде 3 түрлі топқа бөлінеді. Ол бізде инженерлік биомеханика, ол бізде робототехниканы зерттейді. Бүгін біз осы сабақты осыны ашып қарастыратын боламыз. Медициналық биомеханика, ол бізде травма, және де травма алған кезде, например, бір адам қолын жоғалтып алса, немесе тізесіне чашкасы ұшып кетсе, оның орнына қандай протез салуға болатынын есептеп жасайды. И эргономикалық биомеханика, ол бізде адамның табиғатына байланысты заттар зерттейді. Ал бүгін біз сендермен осы инженерлік биомеханиканың именно робототехникасына ғана тоқталамыз. Кеттік. На самом деле, адамзатқа өте қатты қызық болған, адамның денесінің жаратылысы қандай бұлшықеттер қозғалтады, қандай сүйектер қозғалтады деген сияқты. Естеріңде болса, біздің денемізде 600-ден астам бұлшықеттер бар, 200-ден астам сүйектер бар деген сияқты. И адамдар қалай қозғалады, кеңістікте жаттығулар жасағанда қандай болады, оны қалай басқаша монетизировать етуге болады дегенді бұрынғы заманда, мысалға Леонардо да Винчи деген сияқты адам өте қатты қызыққан. И адамға қарап, жануарға қарап, құсқа қарап, ол әртүрлі сооружениялар жасаған, даже айтады, самолеттің өзі құсқа қарап жасалған, вертолеттің өзі инелікке қарап жасалған, подводная лодка балыққа қарап жасалған деген сияқты. И сондай заттардың чертеждарын сыза бастайды. И уақыт өте келе адамдарға осы тірі қозғалысы, бұлшықеттері, сүйектері, именно что если біз роботтар жасап көреміз. Ол роботтар біздің орнымызға жұмыс жасайтын еді, өте ауыр заттарды көтеретін еді, шахтада жұмыс жасайтын еді, немесе космосқа барғанда бізге көмектесетін еді деген сияқты заттарды ойлана бастайды, саналар дамай бастайды. И потом тірі ағзалардың осы биомеханикасын зерттеп, әртүрлі роботтарды ойлап табады. Но знаете что? Организмдер настолько многогранный, и табиғат бізді соншалықты шебер жаратқан, что сен просто темірлерді қойып роботты қозғалтамайсың. Әрбір буынның иілуіне, оны бүйтіп алып келуге, апаруға бізде неше бұлшықет, сүйек, буын көмектеседі. И адамдар осыны зерттеп роботтарға енгізе бастаған. Соның бір құралы бізде ауа бұлшықеттері деп аталады. Ауа бұлшықеттері дегеніміз, мына жақта көріп тұрсыңдар ма? Мына бір типа, не знаю, мысқа или итке ұқсайтын роботтың жүріп отқан себебі, әрбір буынын қозғалтып атқан себебі мына жақта қара тұрған заттарға байланысты. И сол қара тұрған заттар бізде мынандай ауа бұлшықеттері болып саналады. Вот көріп тұрсың ма, мынандай ауа бұлшықеттері. Қараңдар, ауа бұлшықеттерін робототехникада, биомеханикада, жасанда, қол-аяқ протездерін жасауда және өнеркәсіпте қолданады дейді. Яғни бізде қаншалықты беткейлік, терең, бүйрек деген бұлшықеттер бар ғой, соларды копировать етіп бізде ауа бұлшықеттерін жасайды. И дәл осы ауа бұлшықеттері бізде қысым түскен кезде жиырылып, жазылып, кәдімгі адам бұлшықеті сияқты жұмыс жасайды екен. И робототехникада именно роботтардың ішінде осы ауа бұлшықеттерін қолданады. Енді олардың құрылысын қарастырайық.
ауа бұлшықеттерінің бізде салмағы аз, өте икемді келеді дейді. Ұзына бойына жиырылуға шыдамды, параллельді ұштарын бекітуді талап етпейді, сыртқы шектеулерге тап болғанда иіле алады дейді. Дәл адам жүгірген сияқты, дәл бұлшықеттің копиясын жасап, осы ауа бұлшықеттері. Дәл осы роботта адам тәрізді жүгіре алады. Но оның бір артықшылығы бұлшықеттері қажымайтын болады просто. Ал енді ауа бұлшықеттері бізде қалай жұмыс жасайды, так как бұл робототехниканың ең негізгі сочный бөлігі, ол бізде екі бөліктен тұрады. Ішкі бөлігі бізде созылмалы жұмсақ резеңке, міне, созылмалы жұмсақ резеңке, бізде бұлшықеттер созылмалы ғой. Ауа бұлшықеттерінде созылмалы бөлікті бізде осы резеңке атқарады екен. И одан кейін барып сыртында тұратын капрон деп аталатын материалдан жасалған торлы ұяшықты жең. Мынандай торлы ұяшықты жең, яғни сеткадан тұрады. Енді біздің осы бұлшықеттеріміз 25%-ға жиырылады екен. Ал адамның жаңағы саркомера, енді бұлшықеттің бір бөлігі 30%-ға жиырылады. Но плюс-минус адамдікіне ұқсас, және де бұлардың жиырылуы кәдімгідей неліктен ауа деп атайды, өйткені ауа бойынша қысым жібереді да, қысымдалады, қысым жібереді. Сол себептен олар постоянно осындай давлениенің арқасында жиырылып роботтарды бізде қозғалта алады екен. Енді қараңдар, робототехниканың ең негізгі бөлігі бізде ауа бұлшықеттері осылай жұмыс жасайды, яғни қысым берген кезде жиырылып созылады, қажымайды, и әртүрлі роботтар немесе протездер жасауға қолданады. Келесі бір робототехниканың именно биомеханикада бір бөлігі ол бізде нитинолды сымдар. Ол бізде титан мен никельдің қосындысынан тұрады. Бұның ерекшелігі бұл сым темір бізде есте сақтау қабілеті бар. Және де бұны бізде есте сақтау қабілеті именно температурамен әсер еткен жүреді. Мысалы біз бір сымды аламыз, тік тұрған сымды аламыз, дәл осылай оны құйған болатын, жасаған кезде, потом оны майыстырамыз, потом температурамен әсер еткен кезде ол қайтадан өзінің қалпына келеді. Бұны бізде термалды босаңсыту деп атайды. Бұны қалай қолданады робототехникада? Мысалға, бұлшықет былай тұру керек, бірақ ол жиылған кезде ауа бұлшықет немесе роботтың бір қолы немесе бір бөлігі, ол қайттан орнына келу керек. Былай жиылған кезде қайттан орнына келу үшін оған термалды әсер ететін болса, яғни температурамен әсер ететін болса, ол қайттан өз орнына келеді. Алып тастайды температураны, қайттан өз орнына келеді. Яғни температурамен әсер еткен кезде есте сақтау қабілеті дегеніміз осындай. Так вот, инженерлік биомеханикада, именно робототехникада осы құралдың барлығы адамзаттың пайдасы үшін жасалған, не только роботтарға, сонымен қатар жасанды протездер, немесе мынандай қалай деп атайды, мынандай экзоскелет деп атайды мынандайда. Кейде болады адамдар парализованный, просто астыңғы бөлігінің барлығы парализованный, өзі жүре алмайды, ешнәрсе істей алмайды. И сол моментте дәл осындай ауа бұлшықеттермен, немесе осындай нитинолды сымдармен, немесе осындай заттармен жасалған частичный роботтар адамдарға өмірін сақтауға көмектеседі. Немесе мынандай экзоскелеттер болады. Дәл осындай экзоскелеттердің арқасында адам просто қимылдаса болғаны, бүкіл ауыр жүкті осы экзоскелет өзіне алады тағыны, сен просто так қимылдай берген сияқты заводта жұмыс жасай бересің, бүкіл ауырлықты, қимылды сен орнына мына бір частичный робот экзоскелет жасайтын болады. Бұндайдың бір көрінісі біз сендермен Аватар деген кинода көрген болатынбыз. Кстати, уже 2 часть шығып кетті, мен көрдім, маған өте қатты ұнады. Сендер де көрсеңдер болады. Сонымен қатар біз бағана айттық, то что адамдардың кейбір денелердің мүшелері бізде парализованный болуы мүмкін, яғни бұлшықеттері нормальный жұмыс жасағанмен, жүйке жүйесі уже құртылған болуы мүмкін, бір жер үзіліп кетуі мүмкін, бір нервтер. Сол себептен адам өзін қимылдатамайды. Ал дәл осындай протездердің арқасында адамға екінші өмір сыйлайды. Яғни мыналатта белгілі бір жүйкесіне, миына, жылына сигналдармен жалғап қояды, и адам уже өзінің қолын немесе басқа бір мүшелерін қимылдата алады. Міне балапандар, сендерге мен қысқаша биомеханика және робототехника, яғни биомеханиканың ішіне инженерлік биомеханика и оның ішіне робототехниканы сендерге түсіндіріп бердім. Осы мәліметтің барлығы сендерге ұбт-ға келеді. Тағы да қиналып жүрген тақырыптарың болса комментарийға жазыңдар, менің страничкама жазылыңдар. Всем пока!